Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен жаңа сабақты бастамас бұрын алдыңғы өткен тақырыпты қайталайық. Ал ендеше сөйлем дегеніміз не, балалар? Сөйлем дегеніміз аяқталған ойды білдіретін сөздерді сөйлем айтаймыз. Яғни сөйлемді бас әріппен жазамыз және тыныс белгілерін дұрыс қоямыз. Сөйлем айтылу мақсатына қарай хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем және лепті сөйлем болып бөлінеді. Ал ендеше хабарлы сөйлем дегеніміз не екен? Сонымен танысайықшы. Яғни хабарлау мақсатында айтылатын сөйлемді біз хабарлы сөйлем дейміз. Мысалы, мұғалім сыныпқа кірді. Яғни бұл сөйлем мұғалімнің сыныпқа кіріп келе жатқанын бізге хабарлап айтып тұр. Ал сұраулы сөйлем дегеніміз не? Сұраулы сөйлем дегеніміз жауап алу мақсатында қойылатын сөйлемді біз сұраулы сөйлем дейміз. Сабақ қашан басталады? Бізден сұрап тұр. Сабақтың қашан басталатынын сұрап тұр. Ал лепті сөйлем дегеніміз не? Лепті сөйлем күз мезгілі қандай керемет. Бұл лепті сөйлем дегеніміз адамның көңіл күйіне, сезіміне байланысты айтылатын сөздерді сөйлем деп атаймыз, лепті сөйлем деп. Күз мезгілі қандай керемет. Яғни біз ерекше сезімді сезініп тұрмыз. Жақсы, сөйлем тақырыбын түсініп болсақ, бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді түсініп оқы. Алғашқы хат. Әріпке әріп жалғасты, жазу сырын аңғардым. Хат жазуға алғашқы, кәдімгідей қамдандым. Қалсам мінін анықтай, келмеді үйге өшіргім. Жазғанымды жалықпай, қайта өшірдім. Сау болуын қатеден достарым да ескерді. Мәз боп оқып атанам, ұстазым да тексерді. Бұл өлеңнің авторы Оразақын Асқар. Бұл сандықшадағы сөзге қарайықшы, балалар. Қамдану, яғни қамдану деген сөз дайындалу деген мағынаны білдіріп тұр. Хатты қалай жазу керек? Хатты қалай жазу керегін сабақтың соңында айтатын боламыз. Өзің хат жазып көрдің бе? Егер жазбаған болсаң, бүгін хат жазуды үйренетін боласың. Келесі екінші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Бұл не, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Хаттың аяғы жоқ болса да, почтадан салатын болсақ, кез келген жаққа баратын болады. Яғни аяғы жоқ болса да, хатымыз жететін болады. Аузы жоқ болса да, хатқа жазылған сөздеріміз оқылатын болады. Яғни аузы жоқ сөйлейді деп тұр. Жақсы, балалар. Олай болса, үшінші жаттығуға назар аударайық. Атаңа немесе әжеңе хат жаз дейді. Сіздерге мына үлгі беріліпті. Осыған қарап отырып жазатын боламыз. Амансыздар ма? Ата, әже. Аман есен жүрсіздер ме? Біз де аманбыз. Сабағым жақсы. Сау болыңыздар. Сәуле. Балалар, дәл осы үлгіге қарай отырып, өздерің аталарыңа немесе әжеңе хат жазсаңдар болады. Келесі сабақта кездескенше менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және маған сауалдарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, ақыл кеңестеріңіз болса, комментарийға жаза отырыңыздар. Тағы менің каналымнан қандай сабақтар, қандай әдіс-тәсілдер көргілеріңіз келеді. Сол бойынша жазсаңыздар болады. Келесі сабақта кездескенше.